Сәлем достар, бүгін сіздерге өте ерекше, хош иісті, әрі нәзік балды торттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысқа балды салып, баяу отта ерітіп аламыз. Бал толық еріп, жылы күйге келгенде ас содасын қосамыз. Осы кезде бал аздап көпіріп, әдемі карамель түске енеді. Содан соң сары май қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің бал қоспамыз дайын. Бөлек ыдыста жұмыртқа мен қантты миксерлеп, ақшыл масса болғанша араластырамыз. Енді суып қалған балды массаны қосып, ұнды аз-аздан қосып, қою жұмсақ қамыр болуы керек. Қолға сәл жабысып тұратын консистенция болса, дәл солай болуы керек. Қамырды тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз, сол кезде ол қатып, оңай жайылады. Қамырды аз-аздан алып, пергамент үстіне ұн сеуіп, жұқалап жайып шығамыз, содан кейін шанышқымен тесіп аламыз бетін. Әр қабатты жеке-жеке 180 градус пеште 3-5 минут пісіріп аламыз. Дайын корждардың шеттерін кесіп аламыз, крышканың көмегімен, сонда топ-томалақ болып шығады. Ал енді торттың кремін дайындаймыз. Салқындатылған 33% кілегейді жақсылап қоюланғанша миксерлейміз. Қант ұнтағын және кілегей қосып миксерлейміз. Креміміз жеңіл әрі нәзік болуы керек. Осындай крем тортты ерекше жұмсақ етеді. Тортты жинаймыз. Әр қабаттың арасына мол етіп крем жағып шығамыз. Крем неғұрлым көп болса, торт соғұрлым жұмсақ әрі дәмдірек болады. Торттың бетіне ең соңғы коржды қоямыз. Содан кейін корждардың қиып алған бөлшектерін блендермен үгітінді жасаймыз. Барлық қабатты жинаған соң торттың шеттерін тегістейміз, үстін креммен жабамыз. Қалауыңызға қарай үгітілген торттың үгітіндісімен және құлпынаймен безендіреміз. Дайын тортты тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойып қоямыз, сонда ол керемет сіңіп, жұмсарып шығады. Міне біздің балды торт дайын, дәмі тіл үйіреді. Осындай тортпен кез келген күнді мерекеге айналдыруға болады. Лайк басып арнаға жазылып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздермен болған Ақгүл Айдарқанова.